Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 9 сыныптың аммиак тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: аммиактың құрылысы қандай? Бірінші сұрақтың жауабы: азоттың сыртқы энергетикалық қабатында 5 электрон барын және олардың үшеуі жұптаспағанын сендер білесіңдер. Сол дара электрондар 3 сутек атомы мен 3 коваленттік байланыс түзіп, аммиак, яғни NH3 молекуласын құрайды. Аммиак молекуласы пирамида пішінді болады. Екінші сұрақ: аммиактың физикалық қасиеттерін сипаттаңдар. Екінші сұрақтың жауабы: аммиак суда өте жақсы еритін, өткір иісі бар, түссіз газ. Бөлме температурасында 1 литр суда 700 литр аммиак ериді. Бұл ерітінді аммиак суы немесе мүсәтір деп аталады. Үшінші сұрақ: аммоний ионына қандай сапалық реакция тән? Үшінші сұрақтың жауабы: аммиак қышқылдармен әрекеттесіп, аммоний тұздарын түзеді. Бұл әрекеттесу келесі тәжірибеде айқын көрінеді. Егер аммиак ерітіндісімен шайылған шыны стақанға қышқыл ерітіндісіне батырылған шыны таяқшаны жақындатса, ақ түтін пайда болады. Оның химиялық реакция теңдеуі NH3 қосылған H хлор түзеді NH4 хлор. Төртінші сұрақ: аммиактың химиялық қасиеттерін көрсететін реакция теңдеулерін жазыңдар. Төртінші сұрақтың жауабы: аммиак бізде оттекте жанады. Химиялық реакция теңдеуі NH3 қосылған O2 түзеді N2 қосылған су. Реакцияны теңестіру үшін аммиактың алдына 4, оттектің алдына 3, азоттың алдына 2 коэффициентін қоямыз. Келесі химиялық реакция теңдеуі. Бұл бізде егер аммиак ерітіндісімен шайылған шыны стақанға қышқыл ерітіндісіне батырылған шыны таяқшаны жақындатқанда, бұл бізде ақ түтін пайда болады. Оның химиялық реакция теңдеуі NH3 қосылған H хлор түзеді NH4 хлор. Келесі химиялық реакция теңдеуі: қыздырғанда аммиак жай заттарға ыдырайды. Яғни аммиакты қыздырамыз, нәтижесінде бізде азот және де сутек түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін аммиактың алдына 2, сутектің алдына 3 коэффициентін қоямыз. Бесінші сұрақ: аммиакқа тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш қасиеттердің қайсысы тән? Бесінші сұрақтың жауабы: аммиак тотықсыздандырғыш қасиетін көрсетеді. Алтыншы сұрақ: аммиактың күкірт қышқылымен әрекеттесу теңдеуін жазып, өнімді атаңдар. Алтыншы сұрақтың жауабы: NH3 қосылған H2SO4 түзеді NH4-2SO4. Химиялық реакцияны теңестіру үшін аммиактың алдына 2 қоямыз. Бізде осы реакцияға қатысқан химиялық реагенттер бізде аммиак және күкірт қышқылы. Нәтижесінде бізде аммоний сульфаты NH4-2SO4 түзілді. Өнімнің аты аммоний сульфаты. Жетінші сұрақ: аммиактың оттекте өршіткі қатысында және өршіткі қатысынсыз жану реакцияларының теңдеулерін жазыңдар. Жетінші сұрақтың жауабы: жоғарыда айтып кеткенімдей, аммиак бізде оттекте жанады. Аммиактың оттекте өршіткісіз жану химиялық реакция теңдеуін жазатын болсақ, ол бізде NH3 қосылған O2 түзеді N2 қосылған H2O. Химиялық реакцияны теңестіру үшін аммиактың алдына 4, оттектің алдына 3, азоттың алдына 2 және судың алдына 6 коэффициентін қоямыз. Сонымен қатар аммиак өршіткі қатысында, яғни платина және родий құймасының қатысында азоттың 2 валентті оксидін түзеді және ауадағы оттекпен тотығып, азоттың 2 валентті оксиді NO-ға айналады. Оның химиялық реакция теңдеуі NH3 қосылған O2 және де бізде платина және родий құймалары өршіткілердің рөлін атқарады. Нәтижесінде түзеді бізде NO және де H2O. Химиялық реакцияны теңестіру нәтижесінде біз аммиактың алдына 4, оттектің алдына 5, NO-ның алдына 4 және H2O-ның алдына 6 коэффициентін қоямыз. Сегізінші сұрақ: аммиактың қолданылуы жайлы әңгімелеңдер. Сегізінші сұрақтың жауабы: сұйық аммиакты буландыру кезінде көп мөлшерде жылу сіңіріледі. Осы сұйық аммиак түрлі суытатын құрылғыларда қолданылады.
Сонымен қатар аммиак және минералды тыңайтқыштар өндіруде, қопарылғыш заттар өндіруде, медицинада, химиялық зертханаларда, мұражай қоймаларында, электр шамында және жанармай қоймаларында қолданылады. 9-шы сұрақ. Қандай процестер нәтижесінде аммиак жер атмосферасына енеді? 9-шы сұрақтың жауабы шіру немесе аммонификация, яғни шіріткіш микроорганизмдер әсерінен азотты күрделі қосылыстардың ыдырауынан бізде атмосфераға енеді екен. Оны толығырақ айтатын болсақ, белок заттары жасуша цитоплазмасының негізін құрайды. Ол топыраққа өсімдіктердің, жануарлар мен микроорганизмдердің өлекселерімен келіп түседі. Сөйтіп белокты заттар ыдырағанда одан аммиак бөлініп шығады. Сөйтіп шіру барысында әртүрлі газ тектес заттар, бірінші кезекте көмірқышқыл газы, күкіртті сутек, аммиак және меркаптандар көптеп бөлініп шығады. 10-шы сұрақ. Қандай ғаламшарлардың атмосферасында аммиак болады? 10-шы сұрақтың жауабы Юпитердің бұлтының құрамында аммиак болады. Бірінші есеп. Көлемі 5 литр қалыпты жағдайдағы аммиак пен 15 литр қалыпты жағдайдағы хлорсутекті араластырды. Реакция нәтижесінде қай зат артық қалды? Ол заттың массасы қанша? Бірінші есептің берілген жазып қойдым, енді шешуіне кірісеміз. Ең алдымен химиялық реакция теңдеуін жазамыз. NH3 қосылған H хлор түзеді NH4 хлор. Есептің берілгенінде бізде аммиактың көлемі бар, ол бізде 5 литр, ал қалыпты жағдайда мольдік көлем 22,4 литрге тең. H хлорда да дәл солай, қалыпты жағдайда 22,4 литрге тең. Бірақ бізде артық қалған зат бар деп тұр. Яғни есептің берілгеніне қарасақ, артық көлемде бізде H хлор болып табылады. Осы жерден X-ті табу үшін 5 литрді 22,4-ке көбейтіп, 22,4-ке бөлеміз. Нәтижесінде X-тің жауабы бізде 5 литрге тең болады. Енді осы жерде қанша литрі артық қалғанын табуымыз қажет. Ол үшін есептің берілгендегі 15 литрден бізде жаңа химиялық реакция теңдеуі нәтижесінде шыққан 5 литрден азайтамыз. Нәтижесінде артық қалған H хлордың көлемі 10 литрге тең екенін көреміз. Енді осы жерден біз H хлордың зат мөлшерін таба аламыз. Ол үшін массаны малярлы массаға бөлеміз. Бізде есептің химиялық реакция теңдеуінде массамыз шыққан бізде 10 литр, ал малярлы массаның орнына мольдік көлемді жазамыз, ол 22,4 литр. Яғни 10-ды 22,4-ке бөлгенде бізде 0,446 моль шығады. Енді осы зат мөлшері арқылы біз H хлордың массасын таба аламыз. Ол үшін біздің шыққан зат мөлшерімізді H хлордың малярлы массасына көбейтеміз. Яғни H хлордың малярлы массасы бізде 36,5-ке тең. 36,5-ті 0,446-ға көбейтеміз. Нәтижесінде бізде 16,128 грамм шығады. Есептің жауабы шықты. Артық қалған H хлордың көлемі бізде 10 литр, ал артық қалған H хлордың массасы бізде 16,128 граммға тең. Екінші есеп. Массасы 100 грамм 20% күкірт қышқылы арқылы қанша көлем қалыпты жағдайда аммиакты өткізгенде аммоний гидросульфаты және аммоний сульфаты түзіледі. Екінші есепті шығару үшін берілген жазып қойдым, енді шешуіне кірісеміз. Ең алдымен біз H2SO4-тің массасын тауып алуымыз қажет. Себебі бізде нақты массасы жоқ, ол бізде 20% деген. Яғни 20%-да осы H2SO4 қанша екенін табуымыз қажет. Ол үшін 100 граммды 20%-ға көбейтіп 100%-ға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 20 грамм шығады. Енді осыған сүйене отырып химиялық реакция теңдеуін жазамыз. H2SO4 қосылған NH3 түзеді бізде NH4 Бізде енді химиялық реакцияны теңестіру керек. Ол үшін аммиактың алдына 2 коэффициентін қоямыз. Біз H2SO4-тің массасын таптық, ол бізде 20 грамм, ал оның малярлы массасы 98 грамм. Бізге NH3-ті табу керек, ол X грамм, ал оның
мольдік көлемі алдындағы 2 деген коэффициентімен 44,8 литрге тең болады. Осы жерден x-ті таба аламыз. Ол үшін 20 граммды 44,8 литрге көбейтіп 98 граммға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 9,1 литр шығады. Енді келесі химиялық реакция теңдеуін жазамыз. H2SO4 қосылған NH3 түзеді NH4HSO4. Химиялық реакция теңдеуін теңестірмейміз, себебі теңесіп тұр. Енді бізге бұл жақтанда да аммиакты табу қажет. Оны Y литр деп жазамыз, ал оның мольдік көлемі 22,4 литрге тең. Ал H2SO4-іміз массасы бізде 20 граммға, ал молярлы массасы 98 граммға тең. Осы жерден Y-ті табу үшін 20 граммды 22,4 литрге көбейтіп 98 граммға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 4,6 литр шығады. Есептің жауабы толық шықты. Сіздердің кітаптарыңыздағы берілген жауапта сәл қате кеткен деп ойлаймын. Дұрыс жауабы дәл осы есептегідей. Есептің жауабы 9,1 литрге және 4,6 литрге тең. Үшінші есеп. Массасы 112 килограмм азот сутекпен әрекеттескенде түзілетін аммиактың көлемін есептеңдер. Реакцияның теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы 80%. Үшінші есептің берілгенін жазып қойдым, енді шешуіне кірісеміз. Ең алдымен химиялық реакция теңдеуін жазамыз. N2 қосылған H2 түзеді NH3. Реакцияны теңестіру үшін NH3-тің алдына 2, H2-ның алдына 3 коэффициентін қоямыз. Есептің берілгенде азоттың массасы 112 килограмм, ал оның молярлы массасы 28 килограммға тең. Бізге аммиактың көлемін табу қажет X литр, ал оның мольдік көлемі алдындағы 2 деген коэффициентпен көбейтіліп 44,8 литрге тең, немесе оны метр куб деп те жаза аламыз. Осы жерден X-ті табу үшін 112 килограммды 44,8-ге көбейтіп 28 килограммға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 179,2 метр куб шығады. Енді осыған сүйене отырып, аммиактың көлемін таба аламыз. Бізде шыққан 179,2 метр кубіміз біздің 100% болып табылады. Ал есептің берілгенде шығымымыз 80% деп берілген. Яғни бізде 80%-іміз қанша екені белгісіз. Оны табу үшін біз осы 179,2-ні 80%-ға көбейтіп 100%-ға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 143,36 метр куб шығады. Есептің жауабы шықты. NH3-тің көлемі 143,36 метр кубке тең. Төртінші есеп. Көлемі 400 литр қалыпты жағдайда ауадан 78% азоттан тұрады. Алынатын аммиактың көлемін қалыпты жағдайда анықтаңдар. Аммиактың практикалық шығымы 25%-ға тең. Төртінші есептің берілген жазып қойдым, енді шешуіне кірісеміз. Бізде 400 литр ауамыз 100% болып табылады. Осы 100% ауаның 78%-ін бізде азот құрайды. Яғни азоттың бізде көлемі белгісіз. Оны табу үшін 400 литрді 78%-ға көбейтіп 100%-ға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 312 литр шығады. Бұл азоттың көлемі. Енді химиялық реакция теңдеуін жазайық. N2 қосылған H2 түзеді NH3. Реакцияны теңестіру үшін аммиактың алдына 2, сутектің алдына 3 қоямыз. Есептің берілгенінде бізде азоттың көлемі белгісіз, бірақ біз оны тауып алдық. Ол бізде 312 литрге тең. Ал мольдік көлемі 22,4 литрге тең. Бізге аммиактың көлемін табу қажет, ол X литр, ал оның мольдік көлемі 2 деген коэффициентіне көбейтіліп 44,8 литрге тең болады. Осы жерден X литрді табу үшін 312 литрді 44,8 литрге көбейтіп 22,4 литрге бөлеміз. Нәтижесінде бізде 624 литр шығады. Енді осы жерден біз шығыммен бірге есептеп аммиактың көлемін табу қажет. Ол үшін біз 624 литрді 25%-ға көбейтіп 100%-ға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 156 литр шығады.
есептің жауабы шықты. Аммиактың көлемі 156 литрге тең. Осымен біздің біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніне рахмет. Ұнаса міндетті түрде тіркеліп, достармен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.